Баршаға сәлем. Жаңадан бастаушыларға арналған менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай толқынды шиқырағын үйрететін боламын. Ол үшін бізге ең бірінші 4-4 сантиметр сары түсімізден осындайдан 16 шаршы құрақ көзі қажет, және 4 сантиметр ақ және көк мата түстері қажет құрағымызға. Біз құрақты бастағанда осы сары түсімізге бірінші ақ түсімізді тігеміз. Бірінші құрақтың міндетті түрде матаның түгін қарап аласыздар. Түгі осылай жатып тұру керек. Және құрақ бастағанда міндетті түрде закрепка бересіздер. Закрепка түсінбесеңіздер, менің YouTube каналымда анық түсіндірген видео нұсқаларым бар. Содан қарап аласыздар. Енді қайтадан ақ түсімізді тігеміз. Артықтарын қиып тастайсыздар ғой. Және енді бізге көк түсімізді былай түсіреміз. Енді міне қабырғасын, төртінші қабырғасын көк түсімізді тігіп аламыз. Міне бір несін үлгісін тіктім. Осылай қайталай бересіздер. Міне құрағымызға бір шаршыны дайындап алдық. Енді дәл осындай қылып басқа шаршыларды дайындаймыз. Бір құрағымызға 16 шаршы қажет. Міне 16 шаршымызды дайындап алдық. Өлшемі бұның 14-14. Енді құрағымызды құрамыз. Міне құрағымыздың бірінші қатары осындай болып шығады. Енді осыларды біріктіріп аламыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай болады. Енді екінші қатарын дайындаймыз. Міне құрағымыздың екінші қатары, осыны да тігіп тастаймыз. Міне екінші қатары. Енді осыны қатарға қосып тастаймыз. Міне екі қатарымызды қосқанда осындай болып шықты. Енді үшінші қатарын дайындаймыз. Үшінші қатары, енді осыларды бастарын біріктіріп шығамыз. Міне құрағымыздың үшінші қатары. Енді мына қатарға осылай қосамыз. Міне құрағымыздың үшінші қатарын құрап қойдық. Енді төртінші қатарын құраймыз.
Мен сіздерге көрсетіп жатырмын қалай құрау. Төртіншіні де осылай қоямыз. Енді осыларды бастарын біріктіріп тастаймыз. Міне құрағымыздың төртінші қатары. Енді осы қатарға осылай қосып тастаймын. Міне құрағымыз дайын болды. Оның өлшемі 52-52. Өте әдемі, осындай толқынды шиғырақ дайын болды. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.